Қашаған КАП 23 футзал додасына қош келдіңіздер. Каспий теңізіндегі мұнай операциясының 30 жылдығын тойлау аясында өзіміз салған әлеуметтік жоба халық аренасының ішінде футзал Қашаған кубогын бүгін бастайық деп отырмыз. Барлығыңыз үшін қызықты да сәтті өтсін. NCOC компаниясының елдің әлеуметтік дамуына қосып жатқан үлесі зор деп есептейміз. Себебі оның ішінде біздің спорттық ғимараттарда және де спорттық федерацияларға, спортшыларға деген өзіндік қолдауының арқасында біз еліміздің спортшыларын да спорттың көрсеткіштерінің дамуына және оның өсуіне ықпал етеді деп білеміз. Сол себепті осындай үлкен игі іс-шаралар көп болсын деп тілейміз. NCOC компаниясының басшылығына және компания ұжымына қызметтеріне сәттілік, табыс, елдің дамуына бірге қызмет ете берейік. Ойынан алған әсеріміз керемет. Shell компаниясы, Shell Қазақстан филиалы Астана қаласынан келіп отырмыз. Shell Қазақстан NCOC компаниясының Қашаған жобасының басты акционерлерінің бірі. Shell Қазақстанда білесіздер жыл сайын Елорда кубогын өткізеді. Соған NCOC жылда белсенді түрде қатысады, бірнеше рет чемпионымыз болған. Сол себептен сол белсенділігіне алғыс ретінде бізде спортшы болмасақ та бір командамыз шығарып, жинап, осында қатысып отырмыз. Ойын өте тартысты, командалардың деңгейі өте жоғары. Не болса да бастысы қатысу, бастысы достық, серіктестік, өзара таныстық, байланыс құру, қарым-қатынас жасау. Сондықтан өте керемет іс-шара ұйымдастырған NCOC компаниясына, бізді қабылдап отырған Ақтау қаласына көп-көп рахмет. Игры были очень захватывающими, чувствовалась настоящая борьба футбольная. Мы получили огромное удовольствие и хотели бы пожелать организаторам, чтобы такой турнир стал ежегодным. Уровень футзального турнира очень сильный. Мы сами не ожидали, что такие сильные команды будут присутствовать. Хотелось бы поблагодарить компанию NCOC с проведением такого великолепного турнира первого. Это беспрецедентный турнир в истории вообще, наверное, нефтегазовых компаний, а также спорта. Компания Костромсел выражает огромную благодарность компании NCOC. Надеемся, еще будут турниры, и мы будем обязательно их посещать. Спасибо.